сәуірдің 8-нен бастап жүргізілген шара осымен 15-ші рет жүргізіліп отыр. Бүгінгі таңда жаңа Катонқарағай ауданы бойынша барлық мекемелер тиісті осы жерде жиналып отыр. 200-ге жуық адам жиналып, бүкіл Катонқарағай ауданының 7 ауылдық округ болса, барлығына шығып, барлығына қамтамасыз етіп, Таза Қазақстан акциясын бір адамдай жұмылдырып жұмыс жасаймыз деп шығып отырмыз. Аманат партиясының қолдауымен Аманат партиясы қолға алып, үлкен республикалық акцияны жүзеге асыруда. Бүгін міне Катонқарағай ауданынан да үлкен акция, Таза Қазақстан акциясы, Таза бейсенбі акциясы жүруде. Енді бұл акцияға барлық Катонқарағай ауданының барлық мекемелері, волонтерлар, жастар, мемлекеттік қызметкерлер барлығы қатысып атсалысуда. Бұл өте бір керемет акция, өйткені өзіміздің жеріміз әрбір Қазақстанның азаматына керек. Әрине, тазалық деген ең бірінші денсаулықтың кепілі, екінші мына эстетикалық жағынан әдемілік болған өте жақсы деп ойлаймын. Сондықтан да біз осыны қорғау үшін, біздің болашақ ұрпағымызға үлгі болып, осыны біз болашақ ұрпаққа сыйлау үшін осы экология акцияға қатысып жатырмыз. Сондықтан бұл енді соңғысы деп ойлаймын. Тағы да көп осылай акциялар болса, бұл өте үлкен жақсылық болады деп ойлаймын.